Инемен емдеудің негізгі қысқаша айтқанда қандай пайдалары бар? Ол қан айналысын жақсартуға, лимфа айналысын жақсартуға, және де дененің қимыл қозғалысын жақсартуға, ауырсынуды басуға, қалыңуды қайтаруға, және ішкі жүйелердің тепе-теңдігін сақтауға мүмкіндік береді. Мамандар, менің аты-жөнім Мұханұлы Есбол. Мен ұлттық балаларды оңалту орталығында реабилитолог, дәрігер болып жұмыс істеймін. Біздің орталығымызда Қытай дәстүрлі медицинасы кабинеті ашылды. Біз бұл жерде пациенттерімізге ине салу, нүктелі массаж және де басқа дәстүрлі емшіліктерін емдеумен айналысамыз. Қытай медицинасында алдымен адамның есіне иготерапия түседі. Ол қалай әсер етеді? Ол адам денесінде әртүрлі органдарға жауап беретін арнайы нүктелер болады. Сол биологиялық нүктелерді ине арқылы активтендіру арқылы емдеу мақсатына жетуге болады. Аурудың барлық түріне иготерапия арқылы көмек бере аламыз. Ал біздің орталығымызда негізгі диагноз бойынша церебралды паралич, аутизм және тілдік психикалық дамудың кешігуі және де шеткі нерв жүйесінің парезі, тағы да басқа травмадан кейін, инсульттан кейін және нейроинфекциялардан кейінгі жағдайлардың барлығына осы иготерапия арқылы көмектесуге болады.